жасыл шалғын, күн жарқырап тұр. Мики, Бақа және Тедди Аю үшеуі бірге отыр. Достар, бүгін серуенге шығайық. Қараңдаршы, табиғат қандай әдемі. Квак, квак, квак. Мен дайынмын. Бүгін көңіл күйім де ерекше. Ал мен сендерге бір ғажап зат көрсетейін бе? Қандай зат? Кәне көрсетші. Тедди Аю затын іздей бастайды. Менде бір кішкентай жарқыраған тас болатын. Бірақ ол жоғалып кетті. Енді не істеймін? Уайымдама, Тедди. Біз бәріміз бірігіп іздейміз. Квак, мен батпақты су жағасын қарайын. Ал мен орманды қарайын. Жақсы, мен гүлдердің арасынан іздейін. Бақа суда секіріп жүріп, жағада жарқырап жатқан затты көреді. Квак-квак, бұл не? Мики, Тедди, кәне мұнда келіңдер. Мұнда жарқырап бір нәрсе жатыр. Барлығы жүгіріп сол жаққа барады. Су жағасында жарқыраған тас жатады. Тедди, жоғалтқан тасың осы ма? Дәл өзі, менің тасым. Бірақ бұл жай тас емес сияқты. Қараңдаршы, қалай жарқырайды. Квак, мүмкін ол біздің достығымыздан қуат алатын шығар. Иә, қараңдаршы. Біз бәріміз бірге тұрғанда жарығы одан сайын күшейе түсті. Демек, бұл достықтың тасы. Квак, қуаныш тасы. Достар, біз бүгін ерекше нәрсе таптық. Тас емес. Бірліктің күші қандай мықты екенін таптық. Квак, бірге болсақ, бәрін табамыз. Балалар, достық пен бірлік ең үлкен ғажайып. Ал менің жаңа оқиғаларым келесі видеода жалғасын табады. Арнадан алыстамаңдар. Келесі кездескенше сау бол.